Сәлем достар, бұл видеода сіздерге ананастың пайдасы жайында және қалай таңдау керектігі жайында айтатын боламын. Ананас қышқыл шырынды жеміс. Ананас климат талғап өсетін өсімдіктердің бір түрі. Ананас қан қысымын төмендетуге және қан тамырларының қызметін жақсартуға әсер етеді. Тропикалық жемістің көптеген аурулардың алдын алуға тигізер көмегі де аз емес. Ананастың құрамында 10-ға жуық пайдалы дәрумендер бар. Олар тиамин, рибофлавин, В6 дәрумені, фолий қышқылы, пантотен қышқылы, магний, марганец, калий, аскорбен қышқылы, каротиноидтар. Ананастың құрамындағы С дәрумені ағзаға күш беріп, иммунитетті көтереді. Құрамында кездесетін бромелайн ішек жолы қызметтерінің бұзылуын емдейді. Ананас құрамындағы бета-каротин тыныс жолдарының созылмалы асқынған дертіне қарсы күресе алады. Бала көтере алмай жүрген қыз-келіншектерге күнделікті ананас жеу пайдалы. Сонымен қатар ананас теріге аса пайдалы жеміс-жидектердің қатарына жатады. 100 грамм ананастың 80% дәруменге толы, әсіресе С дәрумені. Сонымен қатар жемістің құрамында жүйке жүйелері мен иммунды жүйелердің қалыпты жұмыс жасауына көмектесетін В1 және В6 дәрумендері де бар. Теріге С дәрумені жетіспесе, тері түссізденіп, қартаяды. Егер дәрумен ағзаға жеткілікті болса, тері нұрланып, сұлу көрінеді. Сонымен қатар қабынуға және терідегі түрлі жаралардың тез жазылуына әсер етіп, қан тамырларының қызметін жақсартады. Ананас терідегі қара дақтар мен бөртпелердің кетуіне көмектеседі. Ананас асүйде, әсіресе Азия мен Оңтүстік Америкада өте танымал. Бұл жемістен десерт дайындалады. Оның целлюлозасы салаттарға қосылып, бұқтырылған, консервіленген, жаңа сығылған шырындар мен коктейльдер жасалады, және олар әдемі және ерекше әрлеу үшін қолданылады. Піскен ананастың нәзік хош иіс шығаруы керек. Егер ананастан өткір, тез сезілетін иіс шықса, онда жеміс пісіп жетіліп, шіріп үлгерген. Егер иіс мүлдем болмаса, онда жеміс не жасыл болып қалады, немесе ол жеткізілім кезінде, яғни оны жинап алғаннан кейін піскен ананас. Ананастың жасыл жапырақтары қалың және шырынды болса, жемістерден оңай бөлінеді. Ең бастысы, ананастың жасыл жапырағын қолыңызға алып, өз осінен айналасына айналдыруыңыз керек. Піскен ананас жоғарғы жасыл жапырақтары айналдыруға ие. Егер айналмаса, онда жеміс жетілмеген. Ананастың сарғайған және құрғақ жоғарғы жағындағы жасыл жапырақтары оның нашарлай бастағанын білдіреді. Піскен ананас ұстағанда сәл жұмсақ, бірақ қабығы берік болады. Піспеген ананасты ұстаған әлде қайда қиын. Айтпақшы, жасыл қабық әрдайым жемістердің піспегенін білдіретін көрсеткіш бола бермейді. Бірақ қара дақтармен жабылған қабық ананастың нашарлай бастағанын білдіреді. Сондай-ақ сіз кесілмеген ананасты тек бөлме температурасында сақтай аласыз. Тоңазытқышта ол бірден өзінің дәмін жоғалтады және сулы болады. Достар, видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.